Былтыр шитап өткен тексеріп, жаңа сол жерден проблема бар деп маған диагноз қойды. Содан әйеліме де сондай диагноз қойды, екеумізге бірдей. Эутирокс дегенді күнде таңертең ішесің, сосын фарсига деген дәрі бар. Сөйтіп сұрасам, бұны енді өмір бойы ішеміз анау мынау дейді. Мен ешкім келмейді. Дәрісіз өмір сүруге бола ма екен? Болады. Міне, қашан табиғатпен достасасың, иммунитетін көтересің, сенің өмірің өз қолыңда. Дәрсіз денсаулық. Мен көрсетіп жүрген тыныс алу жаттығулары, мұздай сумен шынығу, ағза тазалау, бәрін сіз тек қана дәрігердің кеңесімен, болмаса біздің орталыққа келіп жасаңыз. Өздігіңізден жасасаңыз, денсаулығыңызға қауіп төнуі мүмкін, жауапкершілік өзіңізде. Армысыздар, құрметті біздің YouTube каналының тұрақты көрермендері. Міне 76 шағымды мәресіне жеткіздік. Содан кең пейіл, ақ пейіл адамдарға өзінің жинаған осы жерде білім әсерімен бөлісейін деген біздің қырандарды шынығушылар шақырып отырмын. Соның бірі міне Олжас бауырымыз бірінші қатарда отырды. Білімге құмар адам, шынымен денсаулыққа осы пайдалы нәрсені игеріп алайын деген адамдар үнемі бірінші қатарда жазып отырады. Сондай ықылас ниетпен тыңдады. Қалжыңға да бәріне икемі бар екен. Кейбіреулер бырысып, тырысып, қабағын түйіп отырады. Сондай жарқын жүзді бауырымыз сонау Атыраудан келіп отырсын да? Олжас қандай мәселе мазалап келді? Бұнда еріккен адам келмейді ғой. Дәрі ішкенді жақтырмайтын кісі едім. Өмірде? Өмірде. Содан осы былтыр нені тексеріп, шитап өткен тексеріп, жаңа сол жерден проблема бар деп маған диагноз қойды. Содан әйеліме де сондай диагноз қойды, екеумізге бірдей. Содан эутирокс дегенді күнде таңертең ішесің, сосын фарсига деген дәрі бар, соларды ішесің деп, сол әйеліміз... Бәленбай жыл өмір бойы деп айтты. Содан әйеліме бүйтіп сұрасам енді, мен онша ауруға мән бере бермейтін адам едім, мен сөйтіп сұрасам, бұны енді өмір бойы ішеміз анау мынау дейді. Мен ешкім келмейді, мен айтам, мен қалай енді өмір бойы ішеміз, басқа да жолдары болар деп, сонымен инстаграмды ашып не қылып отырып, бір келіншек тауып алдым, упражнение йогамен жасап емдеп отырғам. Содан енді мынау бизнес бастауды бұрыннан білем, бұрыннан көріп жүреме. Кезінде мен енді бизнесте жүргеннен бір қарындасымды кезінде бизнес бастауға жіберіп, осы сізге оқытып не қылғанмын. Сосын содан не қылып отырсам, мынау денсаулық жайында не еткен екен, бәрін инстаграмнан көріп, ана мұздай суға түсіп, салқын суға түсіп, медитация жасап жатыр деген мені өте қызықтырды. Сосын бұдан кісілер қалай барады екен, қалай бірден барып, салқын суға бірден түсіп кетеді екен деген не болды да, сосын қызығушылық болды. Сосын содан не қылып, телефонмен жаңағы, не қылып, Иманали деген жігітке шықтым, ол медетке берді, одан осы Алматыда бір інім бар еді шамалы. Жолы болмай ауырып не қылып жүрген, денсаулығы жоқ. Сол інімді де ертіп алып келдім, сонымен сіздерден отырып білімімізді алдық, мынау керемет екен. Ризасың ба? Ризамын. Дәрісіз емделуге болады екен, мен енді Олжас, біз кеткен кезде мен айтам, кететін осы жерде 6 күн кетер кезде адам менің ауруымның себебі мынады екен, оның емделу жолы мынау екен деген нық сеніммен қолына ұстап кету керек. Сен де өзіңе сұрақ, аурудың себебін таптың ба? Себебін таптым, себебі химияда, сосын қимыл аз болды, біз енді қазір машинаға, мынау комфортқа үйреніп қой. Сен тәтті тамақ? Жоқ, ондай... Химия болды да? Стресс, депрессия? Стресс, депрессия бар. Міне, соның түбін анықтап алғаннан айтады, менің ауруым осы деп мен көрсетіп береміз. Енді емі, тек қана қалқанша бездің емі, жаңағы йога жаттығудан соны үнемі жаттау керек, поза рыбки дейді. Ол қалай дегенде, мен бұны Ринат Минвалиев деген Санкт-Петербург университетінің атақты профессоры бар. Ол кісі осы йогадан ғылыми еңбек жазған. Йогадан осы әлемдегі жалғыз адам йоганы ғылым тілінде зерттеп шыққан, өзі Тибетте болған, өзі қазір профессор. Сол кісі айтады, бұны ангиогенез дейді, және иннервация. Қалқанша бездің ішіндегі өліп қалған нервілерді қайтадан тірілту. Оған ота жасауға асықпау керек. Жаңағы жаттығуды жиі жасаған кезде қалқанша бездің жаттығуы тіріледі. Содан кейін Випарита Карани, басқа йога жаттығуларын көрсетті, соны істеу, сонымен қоса ағзаны тазалау, одан кейін нервті қалпына келтіру, тыныс алу жаттығуы болды.
Өйткені осы қалқанша безбен ауыратын ең басында мен осыны ашқан кезде ең бірінші келгендер асқан, зоб деген ауру, гипотиреоз, гипертериоз сонымен келді. Бәрі құланта жазды. Енді ол 8 жыл болды мен күресіп келе жатқаныма. Сіздікі зоб қой да, немен қойған. Шынымды айтамын, менде күдік болған басында. Қалай болады екен, атып түсе ме, түспей ме? Өйткені 8 жыл күрестім ғой, мен дәрігерлерге сенген жоқпын. Бірақ 8 жылда бермеген нәтиже 5 айда 25-ке түсіп тұр. Түспейді деп айтқан. Бұны өте күрделі ауру, оп-оңай кете қоймайды, дәрімен жаңа айт, өмір бойы ішесің деді. Енді жұбайыңа өзің үйретесің осының бәрін. Енді жұбайым бар, жаңа тағы институтта оқыған бірге оқыған жолдас келіншек бар. Сол екеуін мен барғаннан кейін осында жіберіп алсам деп отырмын. Келіп өздері оқысын. Өйткені институт алған екеуі де жақында, бірақ енді жақсы қазір, шүкір. Мысалы, біраз нәрсе үйренді, бірақ мысалы, маған айтады, кім сізді тыңдамайды дегенде, мен жұбайым тыңдамайды, балаларым тыңдамайды, ағайын туғаным тыңдамайды. Қазақта сөз бар, ағайынға қадірім жоқ, бетімді көреді, әйеліме қадірім жоқ, бір жерімді көреді дейді. Соқтан ауылдастың аузы сасық дегенде түсінік бар да, қасындағы жүрген адам сөз өте бермейді. Соқтан осында амалсыз жіберу керек. Әйтпесе ол жасқа біз миына құйып, түгел көрсетіп, үйретіп бердік. Порталға достып бердік. Ол портал жалғызғаны көрмейсің, жұбайыңа да беруге болады. Бірақ бәрібір бидің айтқанын байқұс айтады, аузының дуасы жоқ дейді, басқа біреуге айтқызу керек та. Инсульт алса, енді одан аяғынан тұрып кетті, бірақ ары қарай неге инсульт болды? Инсульттың қалай алдын алу керек? Инсульт екінші қайталап соқпайтындай не істеу керек? Соны үйрену керек олар. Өзіңде қалқанша без болмау үшін, енді бір рет жазылғаннан кейін ол мүлде ауырмау үшін не істеу керек екенін үйрендің ғой деймін. Үйрендім. Жалпы не ұнады осы жерде 16 тәсілдің ішінде қандай тәсілдер ұнады, ең ұнағаны? Медитация. Медитация, да? Сосын мына салқын суға түсу. Медитация миды тыныштандырады. Тыныштандырады, салқын су. Суға түсу, сол кешеде сабақта да байқап жатырмыз ғой. Еш уақытта расслабиться ете алмайды екенбіз. Жібермейді бір жеріміз. Солменен жұмыс жасау керек, оны расслабиться етіп, сол жаңа... Адамның денесі үнемі құрысып тұрысып жүреді. Қане көрсек, тексерейін мен. Кімнің? Мына қол, іл. Көрдің ма, мынаны босатпайды қолын. Мына босатқан кезде, мына қолды маған іліме тастай салса, мысалы, мен қолымды ұсташы. Жіберген кезде, мына сылқ етіп құлау керек. Мына мен айтамын, орамал деп елестеді. Ал кімдіккен олжасын ұстап тұрмын, жібере сап, жібермейді, көрдің ба, бүйтіп қоқайып тұр. Өйткені үнемі напряжениеде жүреді. Денесін босаңсыту, орысша расслабляться етуді, денесін босаңсыту үйренбеген. Кешке дейін бизнесмен, кәсіпкердің 24 сағат жұмыс басы істейді. Кредит, жұмысшылар, салық, жарнама беру, анау, мынау деген сияқты күннен басты жүреді, соңы құрсатта жүреді. Соны босатып үйренуді керек. Оны біз самогипноз жасау, тыныс алу арқылы, бақылау арқылы, бұл бір күнде кете қоймайды, адам денесін босатып үйрену керек. Сол кезде ас атына қонады, сол кезде адам ұйқысы тез қанады, сол кезде адам шаршамайды. Қазір отырған кезде, мысалы, мен бос отырмын. Мысалы, домбыра тартады, қол бұлға отырады. Ал Олжас қазір напряжениеде отыр. Ел не айтады, дұрыс айта аламын ба, дұрыс айта алмайын ба деген сияқты, ел не деп ойлады, шашым қандай, киімім қандай, осы ел не деп ойлайды, ел не деп айтады, анау қалай болып жатыр, балам қалай болып жатыр деген сөз, сен үлкен түрмеде жүрсің. Қайда барсаң да түрмеде жүрсің. Ал оны ойламасаң, сенің денің бос болады. Сол кезде сен ұйқың жақсы қанады, тамағың жақсы сіңеді, сол кезде кортизол бөлінбейді. Мына қалқанша безді ауыртатын кортизол. Сол мына денеңді расслабляция етіп, жаңағы жаттығуды көп жасау керек. Жақсы ма? Иә, стресс несінен болып тұруы бәрі. Ал енді айтарым Ахметбек аға, енді Ахметбек ағайдың білімділігіне мен таң қаламын. Кешеде біраз нәрселер көрініп жатыр ғой, 6 күнде біраз нәрсе көрінді. Алдында да ютубтан көріп жүрме. Коллективіңізге бәріне, бізге қызмет жасап жатырған Рамазан бар, Нұргүл бар, Гүлбану бар. Мейіріммен жасайды ғой, сездіңіздер ме? Махаббатпен. Жақсы, керемет бір коллектив ұйымдасқан, осы бәріне. Енді творчестволық табыстар тілеймін сіздерге. Жақсы, рахмет. Қарай осы халыққа, елге қызмет жасап, жаңа сапалы қазақ тәрбиелеу, саналы қазақ тәрбиелеу дедіңіз ғой.
мұратыңа мақсатыңызға жетіңіз. Жақсы. Дәрісіз өмір сүруге бола ма екен? Болады, болады. Болады. Адамның денсаулығы өмір өз қолында ма екен? Өз қолында. Міне, қашан табиғатпен достасасың, иммунитетін көтересің, сенің өмірің өз қолыңда. Сондықтан ауырсаң, Құдайды кінәлап керек жоқ та. Құдай жіберді, Құдай маңдайға жазды, Құдай сондай қатыгез жауыз емес. Саған ауру жіберетін, сен ажалыңнан бұрын өлтіретін, Құдай қатыгез емес. Сондықтан Құдайға жаппау керек, Құдайдан көрмеу керек. Адамның тағдыры өзінің қолында, маңдайға ештеңе жазылған жоқ, пешенең ештеңе жазылған жоқ. Бұл өмір мейрам, бақыт. Адам өмірге бақытты болу үшін, ұзақ өмір сүру үшін келеді. Ажалынан бұрын өлу үшін, ауру болу үшін, солай ғой. Солай. Осыны үйретуге тырысамыз, тағдырын қолына ұстатып жібереміз. Шынымен өмір жасым ұзақ болсын десеңіз, ағайын туғаныңыздың өмірдің қызығын көремін десеңіз, біз сізді тосамыз. Олжас бауырымызға ұзақ өмір тілеп, бақыт тілеп, жұбайының бәрі емделіп, бала-шағасының қызығын көруге тілейтін адамдар лайк қойып, комментарий қойып тарата жүріңіздер. Жақсы күндерде кездескенше сау саламат болыңыз.